Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге Microsoft Office бағдарламасының ішіндегі Excel программасы туралы қысқаша мәлімет беріп кетсем ба деп отырмын. Енді үйреніп жүргендер болатын болса, Excel'ді қалай ашамыз? Excel'дің екі жолы бар. Пуск, все программы, Office деген папканы табасыз мына жерден. Microsoft соның ішінде көріп отырсаңыздар, сізде қай версиясы орнатқан? Мысалға менде 2010, соның ішінде Excel деген бағдарламаны іздейміз. Міне Microsoft Excel. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы. Оңай жолы. Өзім көп қолданамын. Рабочий столдың оң жағын бассаңыздар, создать. Сізде по умолчанию осы жерде офистің негізгі бағдарламалар тұрады. Осы жерде лист Microsoft Excel. Осылай ыңғайлы, бір жағынан создавать етіп құрып алдық, екінші жағынан бірден осы жерде ат беріп кетуге болады. Переименовать арқылы. Мысалға, қазақша ат берейік. Білім дейін. Осы білім деген Excel'ді ашамыз. Ат беріп қойды. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, астында лист 1, лист 2, лист 3 деп тұрады. Осы лист деген сізде бір база құратын болсаңыз, осы жерде бір ақпараттар енгізетін болсаңыз, 5 түрлі, мысалы 5 магазиннің базасын енгізетін болсаңыз, 5 Excel файл создавать етудің қажеті жоқ құрудың. Бұл жерде әр лист ол сіздің бір Excel файлыңыз сияқты болады. Ол бетіңіз. Осы жерде лист деген ат ұнамайтын болса, по умолчанию оң жағын басып, переименовайтты бассаңыздар, ат беріп кетуге болады. Мысалға, дүкен деп кетейін. Дүкен. Дүкен деп қазақша ат берейін. Мысалға, мен дүкенім бар. Дүкенмен айналысқым келеді. Дүкен 1, дүкен 2, дүкен 2. И мына дүкен керек емес болатын болса, үшінші лист сіздерге. Можете оң жағын басып, өзіңізге керек емес, удалитті басып алып тастасаңыздар болады. Қосу керек болатын болса, осылай қосып аласыздар. Бізге 2 дүкен жетеді, 2 лист, 2 парақ. Осы жерге енді алғашқы қолданып жүргендер болдың ба, Excel'де қалай шрифттермен, қалай тексттермен жұмыс жасаймыз, қалай таблицалармен. Мына жерде бірнеше мың таблица бар. Осы жерде баған бойынша, жол бойынша, баған бойынша және жол бойынша қанша таблица бар? Мысалға, 3 таблицаны біріктіру керек болатын болса, оң жағын бассаңыздар, формат ячейки, выравниваниенің ішінде объединить ячейки деген бар. 3 ұяшықты таблицаны осылай объединение дейді, біріктіріп, бір таблицаға айналдырып алсақ болады. Оның екінші жолы. Егер мысалға құртып алған болсаңыздар, ыстық клавиші бар, Ctrl-Z кнопкасын бассаңыздар, қайып орнына келуге болады. Бұл кез келген нәрсені, кез келген программада, көп программаларда бір нәрсені құртып алсаңыз, соңғы шагты, соңғы қадамыңызды жасаған артқа бір қадам жылжытсақ болады. Ол Ctrl-Z. Ctrl-Z-ті 2-3 рет бассаңыз, артқа 2-3 қадам жылжиды. Сіздің бір нәрсені дұрыс жасамай қойсаңыз, сөйтіп артқа назад дейді ғой, мысалы, артқа қарай. Өзіңіздің жасап жатқан действие әрекетіңізден артқа бір қадам, немесе 2 қадам, 3 қадам, 4 қадам өзіңіздің қанша рет басасыз, сонша қадам артқа қайтаруыңызға болады. Мысалға, мен мына жерде 3 таблицаны біріктіргім келіп отыр. Мына жерде төбеде қарап отырсаңыздар, мына главный мәзірінің ішінде объединить и поместить в центре деген бар. Можно былайынан таңдауға болады. Объединить, отменить, ячейка, объединить. Осын өзін бассаңыздар, қарап отырсаңыздар, 3 таблицамыз бір мезетте объединение бірікті. Қайтадан орнына алып келу керек болатын болса, бассаңыз қайтадан орнына келеді. Осы кнопканы көп қолданамыз. Excel-мен жұмыс істеген кезде өте ыңғайлы. Ол не үшін объединение жасаймыз? Мысалға, сіз бір нәрсе жазған кезде, мысалға, дүкен алма ата дейді, мысалға. Көрдіңіз ба? Егер наны алып тастасам, менде таблицаларға сыймай қалды. Қарап отырсаңыздар, 2 таблицаға, сөзім 2 таблицаға кетіп қалды. Сондықтан ол өте ыңғайсыз, сондықтан өзіме ыңғайлап мен объединение жасауыма болады. Енді осы жазған текстімізді қалай жирный қылуға болады? Мына жерде кез келген мәтіндік редакторлерде осындай батырмалар бар, осындай функциялар. Жирный дейді, қалындатуға болады, курсив жасауға болады, немесе вычеркивание астын
сызып осылай жазуға болады. Енді біз өзімізге керегін аламыз. Біздегі тек жирныйды ғана қолданайық. Осы шрифттің түсін қалай өзгертемін? Мына жерде үстіне барсаңыздар, өзі барлық көрсетіп цвет текста дейді. Өзіңізге керек, мысалға мен қызылды аламын. Шрифтті қандай таңдаймын? Мысалға мен қандай шрифт алғым келеді? Сіздер өздеріңіз, мен Times New Roman шрифтін қойғым келеді. Мысалға ең танымал шрифттердің бірі. Размерін 14 қылғым келеді. Шрифті қалай өзіме ыңғайлы? Өздеріңіз шрифтті қоясыздар. Ал енді осы поля, осы ұяшықты қалай бояймыз? Ол мынаның қасында барсаңыздар, цвет заливки дейді. Осы жерден таңдайсыздар, мен сарын алайын. Міне, дүкен алма ата. Енді менде бір мысал көрсетейін. Автосумма функциясын қалай қолданамыз? Excel'де енді бұл көбінесе есепке, бухгалтерлерге арналған программа болғандықтан осындай расчеттармен, есептермен көп жұмыс жасайды. Сондықтан бұл жерде қызық нәрселер бар, біраз. Мен негізгі керек, сіздер біліп жүру керек, автосумманы қалай қолданады. Сол туралы қысқаша көрсетіп жіберейін. Мысалға, атауы бағасы, саны, атауы, бағасы, жоқ, мына жерге бірінші атауы, саны, штук дейміз ғой, мына жерге бағасы дейді. Мына жерге жазайық, сүт, мына жерде мына жерде де бояй салайық, әрқайсысын әртүрлі түспен. Біреуін жасылмен бояйық, шатасып кетпеу үшін. Біреуін көкпен бояйық. Біреуін біз бір қоңыр түс ала салайық. Мысалға, мына жаққа сүт, бір штук бағасы 350 теңге дейді. Мысалға, нан. Енді мен бір штуктап көрсете берейін, бірақ енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты жасайсыздар. Мен нанның бағасы 80 теңге деймін, мысалға. Қант. Бір кг деп жазсаңыздар да болады, енді өзіңізге қалай ыңғайлы. Бір литр деп жазсақ болады. Литр. Оның барлығын соңда дұрыстаймыз. Мына жерге қантты мысалға 250 теңге дейік, килограмм. Тағы бір нәрсе алайық. Алма. Копировать етіп алуға болады. Ctrl-K, Ctrl-V батырмасын қолданып, алып тастаймыз. Escape кнопкасын басып. Мына жерге алманың бағасы 500 теңге дейік. Енді мынандай нәрсе бар. Мынаның бәрін, мысалға осы таблицаның бәрін белгілеп алып, по центрі қойсаңыз, барлығы центр бойынша қалады. Осы бағаны, барлық бағаны. Сізде енді базаңыз көп болуы мүмкін ғой, бұл жерде 1000 болуы мүмкін, 5000 болуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз қарайсыздар. Егер аз болатын болса, өзіңіз барлық бағанды сол жаққа қойсақ болады. Немесе өзіңіздің керек таблицаңызды белгілеп алып, тек сол жерді ғана орта, немесе оң жаққа қойсаңыз болады. По умолчанию солға қоям, маған ыңғайлы. Енді қант, сүт, осыларды енді мынандай нәрсе бар, осының барлығын белгілеп аламыз. Мына жерге мен жазып кетейін, екеуін объединение жасайын. Қосынды бағасы. Осы жерде мынандай көрсете салайын. Мысалға мына жерде қараңыздар. Мысалға мына жерде қосынды бағасы барлығының деп жазсам, менде таблицаға шығып кетті. Маған осы екі таблицаға сыйдыру керек болатын болса, қараңыздар, мысалға мына жерде бұлай созуыма болады әрине. Екі таблицаны бүйтіп. Бірақ маған ыңғайсыз болуы мүмкін. Мен санының үлкен болғанын қаламаймын. Онда не істейміз? Осыны басып, астыға қарай ұзартсақ, көрініп тұрады. Менде сыймайды осы таблица. Бірақ мен осы бағанға сыйдыру керек. Сол кезде перенос тексті деген бар. Соны бассаңыздар өте ыңғайлы. Көрдіңіздер ме? Сол жаққа қоям. Осылай өзіңізге керек бағанды қатты үлкейтпей, өзіңізге керек жерге қойып, осылайынан қойып алсаңыздар болады. Бұл кейбір жағдайларда керек болады. Переносты алып тастаймын. Маған керек емес. Барлық бағасы деген жеткілікті. Қайтадан
таблицамда орын алып келем. Интерді басайын. Қайтадан таблицаны орын алып келем. Енді осы жерге осы жерде енді сізде бірнеше зат болуы мүмкін, 1000 сияқты. Оның барлығын калькулятормен есептеп отырып, или қолмен есептеп отырып, сіз шатасып кетуі мүмкін. Компьютер ешқашан қателеспейді, оны білесіздер. Расчет өте керемет. Сондықтан мынаның барлығын белгілеп, осы жерге дейін қай жерге бағасын қойғыңыз келеді, сол жерге дейін алып келіп, мынау автосумма деген батырмасын бассаңыздар, сол кнопканы, мынандай сізге барлық сумманың бағасын шығарып береді. Мынаны қызылмен белгілейін, фонын сары қылайын, ал общий сумманың бағасын қызыл қылайын, жирный қылайын. Міне, көрдіңіздер, осылай автосумма бағдарламасын қолдансақ болады. Енді Excel деген ол үлкен ауқымды программа. Бұл жерде жасайтын нәрселер өте көп. Алдағы уақытта автосуммаға байланысты, таблицаға байланысты, фонға, графикаға, әртүрлі нәрселерге байланысты жеке-жеке қызықты тақырыптар түсіретін болам. Жалпы бұл жерде мен сіздерге енді бастап жүргендер болатын болса, негізгі функцияларын көрсетсем ба деген ойым болған. Алдыда әрине қызықты Excel туралы осындай видеоларды түсіретін боламын. Егер сізге осы видео ұнап жатса, лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетіңіздер. Осындай қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше аман сау болайық ағайын.